Көңіл-күйлеріңіз қалай? Сіздерді көргенге өте қуаныштымын. Не қылып ма? Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Сіздердің алдарыңызда кезінде дәл осы балапандар сияқты өнер көрсетіп, сіздердің көз алдарыңызда өстім. Қазір сол кезінде Ақтөбеде тұрып жүрген кездегі сәттерім есіме түсіп тұр. Сол себептен біздің кішігірім мерекемізге келіп, көзайым болып отырғандарыңызға барлық Ақтөбе жұртшылығына үлкен рахмет айтып беремін. Манадан бері жүргізуші мырза айтып жатырған спецприз жатқан енді аз болса да көпте көрер деген ниетпен бір кішігірім балапандарымыздың үлкен сахнада емін-еркін жүріп, үлкен өнерге қадам басып кетуіне сәл-пәл болса да мұрындық бола алсақ, сол біздің мақсатымыз, сол біз үшін үлкен игі болып саналады. Осы мақсатымызбен, осы ниетімізбен келесі менің шетелде үлкен бір стадионда өтетін жеке шығармашылық кешіне осы балалардың арасынан бір бүлдіршінді ертіп алып кетіп, халыққа таныстырып кетті. Енді рұқсат болса тағы сәл сөйлетірейінші, кішкене сағып қалғанда сіздерді тұрасың. Бұл балалардың қайсы бір насында өте мықты. Менің қасымдағы бірге өшіп көрген бауырларым, онда ата-анам, туысқандарым, өздеріңіз жерлестерім көріп отқан боларсыздар. Бұл балалардың бір арасынан мықтыны анықты өте қиын. Бұрындары бір байқауларда жалпы бәрі бір орта деңгейде өнер көрсетіп келе жатып, арасында бір 2-3 бала суырылып шығып, ерекше өнер көрсетіп, солар жеңіске жетеді. Ал бұл жолы бәрі тек бір-бірден осып тұр, бәрі бір-бірін жеткізбей, ерекше деңгейде өнер көрсетіп тұр. Соның ішінде жеңілген бала жоқ деп ойлаймын. Бәріңізге жеңімпазсыздар. Әрқайсыңызды бәріңізді жақсы көремін. Менің келесі концертіме шығатын әлемде бірінші болды осы бүлдіршінімізбен аттас. Ол кісі қазір кәсіби мансабын аяқтаған сыңайы бар. Сол себептен бұл есім қазір бос. Үлкен, болашақ, әлемдік жұлдыз Адель қыздарыңыз. Бұйырса, алда болатын концертінде Адель бір күшті қазақтың халық әнін шет мемлекетте әдемілеп тұрып әуелетіп орындап береді деген ниеттемін. Қанатын талмасын, балдар бәріңізге айтып отырмын. Аман болыңыздар, қанаттарын талмай, қанаттарыңызды кеңге жайып, болашақта еліміздің атын күллі әлемде паш ететіндей азамат-азаматша болып өсіңіздер. Бұл сіздердің келіп отырған шет мемлекеттен келген қонақтарға айтатын сөзім. Сіздердің бүгіннен бастап екінші үйлеріңіз, екінші отандарыңыз деп айтуға болады. Осы үйге келсеңіздер, туысқандарыңыздың үйлеріне келгендей Қазақстанға емін-еркін келіп тұрыңыздар. Бір сөз сөйлейсің ба? Я очень счастлива, безумно. Спасибо конкурсу «Пока ты была». Переводится «Счастливый ребенок». И этот конкурс заставил меня быть счастливой. Все вот эти участники, конкурсанты, большие мои друзья, даже не друзья, они стали мне как семья. Баршаларыңызға да құтты болсын.
Құрметті жерлестер, сіздерге тағы да мың мәрте рахмет айтамын. Аман болыңыздар, өйстіп, сіздердің алдарыңызда еркелеп жүрген біз үшін үлкен бір ғанибет, үлкен бір баға жетпес бақыт. Сол себептен сіздердің әрқайсыңыздың жүздеріңізді көргенде өте қуаныштымын. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Рахмет сіздерге. Ал жүргізуші ағалар, айтасыздар. Біз барлық көрермендерге сіздің сүйіспеншілігіңіз бен қолдауыңыз үшін алғыс айтамыз.